Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет оңай жасалатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Өте оңай, менімен бірге жасап көріңіздер. Мінекей алдымен жылы суымызды құйып аламыз. Және де бір үлкен қасықпен шекер салып, жақсылап араластырып, және қасықтың ұшымен кішкене ғана тұз қосатын боламыз. Және бір үлкен қасықпен толтырып, дрожжымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және 10-15 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Дрожжымыз көтеріліп, керемет болып шығу үшін осылай пакеттің көмегімен жауып қоямыз. Мінекей 10-15 минут өтіп шықты. Енді дрожжымыз өте керемет болып шықты. Үстіне 50 грамм майымызды, пісте майымызды қосып, жақсылап араластырып, електен өткен дайын ұнымызды бірденен салып жібермей, шетінен салып, қамыр илейтін боламыз. Яғни жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Каналым дамуына байланысты үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қоюланғанша қасықпен қозғайтын боламыз. Қоюланған соң қолымызбен иілеп, осындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей жұмсақ болып шықты. Енді 10-15 минутқа тағы да қойып қоямыз. 10-15 минуттан соң қайтадан жасайтын боламыз. Мінекей енді колбасамызды, сырымызды бәрін турап, өткізгіштен өткізіп, дайындап қоятын боламыз. Мінекей турап қоссаңыздар да болады. Мінекей қамырымыз дайын болып шықты. Қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Мінекей қамырымызды үстіп табамызға жайғастырып, бетіне кетчугімізді жағып, жақсылап четкінің көмегімен барлық жеріне тигенше жайып алатын боламыз. Келесі қамырды дәл осылай жасай бересіздер. Мен біреуін ғана көрсеттім. Мінекей барлық жеріне тигенше жайып алып, және ірімшігімізді бетіне сеуіп шығатын боламыз. Мінекей өте керемет болып шығады. Қазақша контентті қолдап, лайк, комментарий қалдырып, подписаться бөлімін басып шығыңыздар. Мінекей өте жұмсақ. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңызды жасап қуантыңыздар. Сау болыңыздар.